алғашқы бет пердесін қазына би тобымен бастайық. Ортаны босатыңыздар. Кеш жарық ханымдар мен мырзалар, бұл дегенім үстіндеміз бәріміз бірге менің. 18 мың қаламды жаратқан бір Аллаға сыйынып, тойдың дәмі бұйырып, қаспен қабақ қиылып, жамандықтан тиылып, жақсылыққа сүйініп, бүгінгі Мырзабек ағамыздың тойына желіп келген қадірмен той қауым, Әбіштер әулетінің тойы құтты болсын деп келген болсаңыздар, шапалақта бір шашу шашып алсақ. Ассалаумағалейкум думан делім, беті қолым бақытқа жуған елім, пейіліне қазақтың берген құдай, айды оң жағынан туған елім. Біз қазақпыз қыран бүркіт баптаған ел, біз қазақпыз ариятты сақтаған ел. Қазақ болып туылу ол бір бақыт, біз қазақпыз дүние жүзі мақтаған ел деп, мінекей бүгін жол мұраты жету, қыз мұраты өзгелге кету деп, атам қазақ тек айтпаған, өз елінде қонақ екен қыз деген, өз бақытын өз елден іздеген, ағордасын қалай қиып кетеді жүремін деп ана жүргенізбенен, аналардың салып берген сара жолыменен, мінекей біздің гүлім қандай ару қызымыз өзге елден өз бақытын табатын, міне бүгін серлігімен келіп тұрған сері жігітпенен қол ұстасқалы тұрған, бүгін жанұялық алғашқы ақ қадам басқалы тұрған жастарымызға деген тағы да бір құрмет қошеметтер білдіріп қойсаңыздар. Ал енді Әбіштер әулеті қазаны оттан, құманы шоқтан, жігіттері аттан, қыздары бақтан, ағаларымыз тақтан түспеген әулет.
Қиын қыстау заманда шіленді таратқан, бүкіл елді өзіне қаратқан, мырзаның шөліндегі мырза халық Оразкелді елінің бүгінгі дума тойы құтты болсын деген ниетпенен, ал енді қадірменді ағайындар, алтын қымбат емес, салтын қымбат деген қазағымыздың салт дәстүрімен міне бүгін қызды қияға қондыру болса, Мырзабек ағамызбенен Гүлбанудай ханымның шаңырағындағы шаттықты, ал енді бүгінгі қол ұстасқалы тұрған жастарымызды қазағымыздың салт дәстүрімен, жеңгелердің жетегімен, яғни сахналық көрініспен қарсы алайық. Қызғалдағым, шаттығым, құтты болсын басқа қонған бақ құсың. Ақ отауда ақ шымылдық желбіреп, ақ босаған күткен сені сәтті күн. Ашылған соң алдыңнан ақ шымылдық, ұлы сезім махаббаттың сырынық. Екі араға алтын көпір өзіңсің, кетпесінші жібек жіптер үзіліп. Жүргенімен өз үйіңде ұяла, жалын жастық сезім ойға сияма. Бір жарғанда кеудедегі гүларман, қыз мұраты қону алтын ұяға. Сыңсу айтып сәукелі киген сүйкімдім, сыңарын іздеп айдыннан ұшып барады. Жайқала өскен бау бақша болып саялы, көркие берші тағдырдың тимей таяғы. Үлкенге кіші қашанда болса бас иіп, қыз көңілін жылатпауды нәсіп ет. Білгенің абзал, оңыменен солыңды, мен айтайын аз да болса өсиет. Жас үлкеннің есімін атап қоймақ сылып, салтын сақта халқымның сырларын кең түсініп, дастарханға жиылып, отырған елің сүйініп, сарқытын алар салты бар жас келіннің иіліп, қабақ шытпа күйініп, тұмсырайма түйіліп, ата баба қолдасын отқа май сал сыйынып. Көкірегі күйге толы күйдастан, алатаудай арманы бар жүздеген, өзі өскен ұясына сыймастан, төзден бақыт іздейді екен қыз деген. Әй келін-ау, күйеу жігітті көп күттірмей, ортаға шақырып жөн жұралығын жасайық. Айналайын қарағым қал жақсым ай-айға. Белес шағын емесе, осы отырған отырыс бір ғанибет емес пе, ай. Жүгіріп шықтым белеске, белес шағын емес пе, осы отырған отырыс бір ғанибет емес пе, ай. Абысынау, салтымызға сай екі жастың қолын ұстатайық. Ал күйеу жігіт кәделі ел болса да, кәдесіз ер болмас деген, алдымен қол сатар кәдеңді жаса. Бәрекелді, өркенің өссін, той болсын. Ер жігіттің аты жақсы болса, бір бақыт, алған жары жақсы болса, мың бақыт. Бір-біріңді аялаңдар мәңгілік, ең бақытты есте қалар бұл бақыт. Көңілден көзге тояр күйеу бала, боларсың ел жұртыңа сүйеу ғана. Мәпелеп әлпештерсің қызымызды, мұндай ару жер бетінде біреу ғана. Ал ендеше ағайын, әсемән мен тәттігүй, екі жасты құрметтеп, ақ отауға енгізіп,
той қызығын көрейік. Ғашық оты жанады, жана берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін. Келген жылдар қосылған екі жасқа, бақыты мен байлығын ала келсін. Ғашық оты көзімізде жанады, әлдилейді махаббаттың бал әні. Ғашық болған күннен бастап достар-ау, азамат боп қалғандаймыз бағалы. Ғашық оты жанады, жана берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін. Келген жылдар қосылған екі жасқа, бақыты мен байлығын ала келсін. Бәрекелді. Қос ғашық қол ұстасып қосылғандар, жастарға бақыт гүлін ұсынғандар. Гүлімхан мен Қадыр бақытты болсын деп қол соғайық, иман жүзді мұсылмандар. Қазақтың атасы Алаш, керегесі ағаш, жылқысы тұлпар, жігіті сұңқар. Ішкені қымызбен шұбат болған, халқына қуат болған, аңғалдығы баладай, дархандығы даладай. Дархан көңілді, кең пейілді, Мақтаралдың жерінде, Оразгелдің елінде үлкен дөбірлеген тойымызда басталды. 18 наурыз күні 18 миллион қазақ болдық деп мақтанатын күн. Жастарымыз қол ұстасты деп шаттанатын күн. Ата мен ананың үміті ақталатын күн. Жастарға көптің тілегін ақтаратын күн. Ал қадірменді ағайындар, қол ұстасқан жастарымыздың бүгінгі жұптасқаны мәңгілік болсын деген ниетпен келіп отқан болсаңыздар, міне бүгін Мырзабек ағамыз бен Гүлбану ханымның шаңырағындағы шаттықтың алғашқы ақ тілегін бастағалы тұрмыз. Арайлап ақтаңдарда аттан шығар, мына той баршамызға мақтан шығар. Райхан әпкеміздің үйінде той болған соң, әруағы бір аунап жатқан шығар деп, ол кісінде бір тілге тиек етіп, ал енді мінекей Мырзабек ағамыздың бауырына жарылған екі ұл, үш қыз болатын болса, мінекей екінші қызы біздің ерке қыз Гүлімхандай қарындасымыз. Барған жерінде бағын ашсын деп, ал енді көптен алақанымыз жайып бата сұрайтын болсақ, ел ағасы болмайды, тон жағасы болмайды деген. Алтын тоның болса да жағаменен жең керек, қанша мықты болсаң да ағаймен ел керек. Ағайының ақыл көйі, жастардың бата көйі, еліміздің ел ағалары. Сөз қозғасын тарихтың қатпарынан, жүрегінен ақбата ақтарылған, айналайын ауылдың қарттарынан, сіздер барда басыма бақтарған деп, осы әулеттің үлкені, жалпы елдің қамқоршысы, Мақтаралымыздың құрметті азаматы Бейсенбай көкемізді. Және де осы әулеттің рубасы, яғни төбе биі Үмбет көкемізді. Аналардың анасы, даналардың данасы, ақ жаулығы желбіреген, ет жүрегі ел жүреген Айгүл апамызды қол соғып құрметпен қарсы алсақ. Енді осы топқа қоса ауданымыздың әкімінің орынбасары Бақыт ағамызды құрметпен қарсы алсақ. Бақыт Асан мырза. Айгүл апамыз келіңіз. Айгүл апамыз. Қыз бен ана деген сөзде маңыз бар, қыз қонағы елде деген аңыз бар. Бұл дүниеге адам қылып әкелген ақ жаулықты аналарға барлығыдан қарыздар. Анаға басып, аналардың салып берген сара жол менен мінекей Гүлімхан қызыңызға деген бата тілегіңіз болады. Апа келіңіз. Ал енді қариясы бар елдің қазынасы бар деген біздің қазыналы қарттарымыз, ел ағалары, жігіт ағалары тойханамыздың төрінде. Ал енді атадан бота қалғанша бата қалсын деген алғашқы аталық, баталық ақ тілегімен бастайтын еліміздің ел ағасы Бейсенбай көке, өзіңізге той ұсынсақ. Жеңшеме берем десем, жеңшем айтады сөйлемеймін мен. Өзің сөйле деп.
Енді біз бәріміз анадан шыққанбыз ғой, мынау жеңгеміз. Ал құрметті тойшы қауым, құрметті мынау бүгін Мырзабек ініміздің тойына келіп отқан, алыстан жақыннан келген тумалар, ағайын жекжат, нағашы, жиендер. Айналайын 2 жас қыз өзінің ұзататын елінде жүргенде тұрмайды, орындарында отыра беріңдер. Отыра беріңдер енді. Ол жерге шығып сөйлеген кісілердің ешқайсында тұрмаңдар, отыра беріңдер енді. Сен өз еліңді отсын, кейін ол жаққа барғанда тұрсаң өзің білесің. Құрметті тойшы қауым, міне бүгін қазақтың салтымен баяғы 7 жыл Кеңес одағында болғанда ұмытып кеткен өзіміздің мұсылмандық салтымен міне бүгін мынау Славян өңірінен әлім төрт қара дейді, мінекей құдаларымыз келіп, бүгін міне қызымызды сырға салып, міне ұзатып жатқан жағдайымыз бар. Бұда болса қазағымыздың салты барлығы қайтып оралғанын, егеменді ел болғаннан кейін оралған жағдайы бар. Ал енді құданы Құдай қоса, досты пайғамбар қосады деген, мынау құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын, мына құдалықтарыңыз мәңгілік болсын. Мінекей Құда қаласа 2 жас өздерінен өздері өссін, өнсін, бақытты болсын. Ал Мырзабек, мынау айналайын тойың, қызыңды ұзатып атсын. Енді сенің жағдайың түсінем айналайын. Мінекей әзір жүрегің бір бұрышы кәдімгі лүпілдеп тұр. Ол лүпілдеп положено, сондықтан айналайын неғыла берме, қайғыра берме. Ал енді күйеу баламыз Астанада органды істейді. Екеуі сояқта, қызымыз магистратурада оқиды. Сондықтан екеуі мінекей жүректің қалауымен кездескен екен. Құда қаласа, мынау айналайын аттап бастан қадамдарың құтты болсын, бақытты болыңдар. Ол қыз бала мынау жарт тұртқа кетіп баратқанда біздің қазақтың қыздары батыр. Өйткені 20 жыл, 15 жыл, 18 жыл әкешіше тәрбиелейді, бірақ көрмеген, естпеген елге барып, сол елді көбейтемін, сол елді өсіремін, өндірем деп қалады. Сондықтан айналайын мынау басқан қадамдарың құтты болсын, өздерің өсіңдер, өніңдер. Ал енді көпшілік міне бүгін ертеңнен бастап міне Наурыз мейрамы келатыр, Наурыз мейрамдарың құтты болсын. Сіздер де осындай той көріңіздер, қыз ұзатыңыздар, келін түсіріңіздер, әр уақытта сіздердің жандарыңызда болайық. Рахмет. Құрметті тойға жиналған қауымда, мен Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Мырзабек айналайын, мінекей біз көрші тұрдық, балаларменен бірге жүрдіңдер, бірге өскендер, қандай ыстықсыңдар. Кешегі өмірден өткен қайнағамыз ағай дейтін едік. Абысынымызды апай дейтін едік. Тек абысын қайнаға дегенді білмеймін. Үлкендерді солай құрметтейтін. Мінекей ол кісілер өмірден өтті. Айналайын, артындағы қалғандар өніп атырсыңдар, өсіп атырсыңдар. Жатқан жерлері жайлы болсын ол кісілердің. Мынау қыз ұзатып атыр екенсің, барған жерінде баға бақытты болсын. Өзің кеңіп атыр екен, кеңей берсін бұдан да. Бақытты семья болсын. Мен тілейтінім өзіңе денсаулық, семьяңа бақыт тілеймін. Саламатсыздар ма, құрметті ардақты қонақтар. Мына бүгін Абешевтер әулетінде үлкен дүбірлі той болып жатыр. Соған бәріміз куәгер болып мынау келіп отырмыз. Біздің мынау Оразгелді той болғаннан кейін бақытыммен менің сөзге микрофон берейін десе, мен жасым кіші ғой деп маған беріп отырмын. Әлі жас екен, мен неге шалдардың асын қосып қойып отырмын. Ал енді құрметті туыстар, мына Мырзабек бауырының жолдастары, қызметтестері, жекжат ағайындар, мына бүгін той, үлкен ағаларымыздан жеңгеміз тәртіп айтып өтті. Мен қосатын бұл Абешевтер әулетінде Абдықалық көкеміз ел билеген, елді артынан еткен, көзіміздің жас кезімізде көзіміз ашқан жақсы бір керемет ағамыз еді.
өз уағында осы еліміздің басын қосып, ұру болсын, бөтен елдің азаматтары болсын, соларға ақыл айтып, сол елді басқарып жүр, осы елді басқарған азамат еді көкеміз. Әзірде өз соның арқасында көкеміздің аты мәңгілік қалды. Абдықалық деген ауыл. Өзіміздің еліміз, бәрін үйреніп қалған ауыздарға түсе беретін голубой дейді, оның әртүрлі түсінігі бар. Қандай керемет біздің көкеміздің аты мәңгілік өшпейтін, сондай еске тұратын, кетпейтін ойымыздан көкеміздің аты қалды. Оның барлығы осы еліміздің құрметіне бөлінген кісі. Ал енді мынау құрметті құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын, құдалық құтты болсын. Мына Мырзабек жаңа келінді, бағаным екеуің айтатын той құтты болсын, құдалықтарыңыз мәңгілік болсын. Мына күйеу бала 100 жылдық. Енді адам өскеннен кейін, бала шағалы болғаннан кейін, ұл болса, жақсы жерден бір құда болсам, жақсы инабатты бір келін әкелсе дейді. Қыз өскеннен кейін бір жақсы адалынан бір жігіт табылса, екеуі бас қосып, өмір бақ мәңгілік бірге болса дейді. Міне енді соның куәгері отырмыз. Енді айтатын бәрі жастарға келешекте бір жақсы және болдыр айналайын. Осы кімнің әулеті шыққан, Әбіштің әулеті шыққан деген сол атқа ие болайын. Соны арғырап жалауын, арғырап жерге түсірмей, көтеріп алға қарап жылжиды. Ал енді жастарға айтатын, сіздерге бақыт тілеймін айналайын. Үлкенге инабат, кішіге қамқоршы болатын жақсы және болдыр. Бақытты болдыр айналайын. Мынау Мырзабек тағы айтатын, өзің жақсы жігітсің, осы елмен жақсы араласасың. Бұл önde tekli, burada tekli elden çıkan eкен, tekli janeden çıkan eкен, солай болуы керек. Ал енді мына құдаларға төрге шыққандарыңыз құтты болсын, барлықтарың жанұяларыңызда аманшылық жанұялар тілеймін. Осындай той жұғысты болсын. Ал енді мына бүгінгі тойымыз біздің өзіміздің еліміздің, мұсылмандардың Наурыз, үлкен ұлыстың ұлына осындай керемет күн той болып жатыр. Бұл тірлік, сол жастарға айтатын тағы да. Қаласа бақытты болыңдар. Ал енді барлықтарың жанұяларыңызда тыныштық, аманшылық